Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сонымен Жанболат Абақтыдан хат жазды. Путиннің мобилизация туралы бұйрығынан соң Ресей азаматтарының біздің елге ағылғанын көріп отырмыз. Оған қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің міңгірлеген мәлімдемесін де естідік. Шынын айтқанда ұлттың мүддесі, елдің мәселесін ойлап отырған билік көрінбеді бұл жағдайда. Қаптаған Ресей азаматтарының арасында сепаратизм ауруына шалдыққан, елімізден іріткі шығаруға бекінген ой-санасы империализм дертімен уланғандардың жоқтығына кепілдік бар ма? Олардың тергеп, тексеріп, бақылап отырған орган кім бар? Оның үстіне ағылып жатқандардың дені тепсе темір үзетін әскер қатарына жарамды ер азаматтар. Олардың келу мақсаты соғыстан қашыптымыз. Ал бұл расында солай ма? Жоқ әлде Кремльдің болашақта ойлаған жоспарын жүзеге асырудың бір тәсілі ме? Оны кім біледі? Оның үстіне қаптаған нөпірдің арасында бұрын-соңды қылмыс жасағаны, адам өлтіріп зорлағаны бар ма? Оны кім тексеріпті? Ресейлік пропагандистер Қазақстанда орыс азайып барады, орыс тілінің қолданыс аясы тарылды деп талай дабыл қаққанын естідік. Мүмкін ресейліктерді қаптатудың артында елімізде орыс санын көбейтудің мақсаты жатыр ма? Естеріңізде болса, алдымен Ресей империясы, кейіннен Кеңес одағы Қазақстанға түрлі науқанды сылтау етіп, оқтын-оқтын басқа ұлттарды қаптатып отырған. Бұл арқылы кең байтақ жеріміздің орысқа толтырып, Қазақстанды барынша орыстандыру саясатын жүзеге асырды. Ең соңғы рет мұндай науқан өткен ғасырдың 50-ші жылдары тың игеру науқаны арқылы жасалды. Сол арқылы еліміздің солтүстігін жаппай солармен толтырды. Бұл жағдайдың әсерін әлі күнге дейін сезіп отырмыз. Ал қазіргі келістің артында не тұрғанын кім біледі? Болашақта оның саяси салдары қандай болатынын ешкім де білмейді. Кремльге қажет кезде жаңадан қоныстанғандар жаппай наразылық танытып, тілдік, ұлттық мәселелерді көтеріп шықпасына кім кепілі бар? Әрине жоқ. Егер билікте ұлттық мүддені ойлаған лауазымды шенеуніктер болса, бұл мәселені шешудің қазірден бастауы керек. Ешкім де Ресеймен ашық текетіреске түсіп, қақпаны теріс жауып, жауталастыққа барсын демейді. Ондайға шыдас беретін, арты таза шенді жоқ бізде. Оның үстіне орыстың қаруымен билігін сақтап қалған басшылар мұндайға бара алмайды. Бірақ саяси қарапайым қадамға баруға болады. Әлемде пандемия деп танылған коронавирус індеті әлі қайтқан жоқ. Шетелдік азаматтардың барлығы ПЦР тест тапсыруы тиіс. Карантинге кемінде 10 күнге жатуы керек. Шетелден келгендерді шектейміз деп жаңа қаулыны билік қазір-ақ шығара салады. Бұл сөзсіз біздің елге ағылғандардың санын шектейтіні анық. Шекарашылардың жұмысын баяулату, келушілерге қатысты талапты күшейту сияқты талай әрекетті мемлекет жасай алады. Міне, осы қадамды билік дәл қазір жүзеге асыруы керек. Кеңпейілді халықпыз, қиындықта елге көмектесу керек деп шенділер мәймөңкілемей-ақ қойсын. Ресейден келгендері қиналған, аш-жалаңаш босқын емес. Олардың еліне оқ атылып, ел қырылып жатқан жоқ. Кезінде бауырлас Қырғыз елінің басына күн таяғанда Назарбаев бұл елмен шекараны жауып, оларды қиындықта қалдыруды ар санамайтын. Олай болса, шабуыл жасап біреудің еліне басып кірген, әлімжеттік жасап, агрессор мемлекеттің азаматтарын біз неге құшақ жая қарсы алуымыз керек? Елді мүддені ойлаған билік болса, мұның артында үлкен қатері барын қазірден түсінер еді. Қолғанға малынған, қалтасы ұрлық ақшаға толған шенділер алдында жығылып, оларға құлдық ұратыны сөзсіз. Ал мұның арты тәуелсіздікке төнген қатер екенін бәріміз түсіну керекпіз.